Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Анеля. Бүгін отбасымыздың ең сүйіп жейтін тағамның бірі ол борщ сорпасын дайындайтын боламыз. Дәл осы рецепттен ешкім бас тарта алмас. Олай болса, кеттік. Алдымен қайнап тұрған суымызға әдеттегі етімізді пісіріп аламыз. Әрине тұз салуды ұмытпаймыз. Одан кейін етіміздің қайнағанын күтеміз. Етіміз бір рет бұрқ етіп қайнағаннан кейін бетінің көбігін алып, астын баяу отқа қойып қайнататын боламыз. Мен үйде қызанақ болғандықтан томаттың орнына қызанақ пайдалануды жөн көрдім. Осылай қабығы тез ашылу үшін, әрі оңай ашылу үшін осылай ыстық суды құйып қоямыз. Одан кейін қабығын ашып, дәл осылай майдалап, турап тастаймыз. Келесі кезекте пиязымызды дәл осылай жіп-жіңішке қылып тураймыз. Өйткені біз қазір бұларды қуырамыз, одан кейін көжеге салатын боламыз. Сол кезде жаңадай бетіне көлкіп шықпас үшін майдалап турап тастаймыз. Одан кейін лимонымызды дәл осылай тазалап аламыз. Барлығын дайындап алдық. Ендігі кезекте шетінен майға қуырып шығатын боламыз. Алдымен пиязды, үккіштен өткізілген сәбізімізді, одан кейін кубиктап туралған қызылшамызды саламыз. Аздап қана қуырамыз, қатты емес. Одан кейін жаңағы қызанағымызды салып, көп емес, аз ғана қуырып аламыз да. Мен лимон сығындысын салғанды жақсы көремін, осындай сорпа сұйық тағамдарға. Ол міндетті түрде емес, тұз салуды ұмытпаймыз. Одан кейін қазанда қайнап тұрған сорпамыздан кішкене алып құйып, 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Келесі кезекте қырыққабатымызды дәл осындай өте жіңішке қылып тураңыздар. Келесі кезекте қырыққабатымызды қазанға салмас бұрын еттерімізді сүзіп аламыз. Етті біз соңынан салатын боламыз. Алдымен картопты саламыз. Картоп сәл 5 минуттан кейін капустамызды саламыз, яғни қырыққабатымызды. Қырыққабат пен капустамыз сәл-сәл пісті деген кезде, толық піспей тұрып, жаңағы начинкамызды салып, 15 минуттай қайнатып аламыз, немесе 10 минут. Көп қайнатудың керегі жоқ. Жаңағы айтқан етімізді енді майдалап турап, қайнап тұрған сорпамыздың үстінен саламыз. Болды, біздің тағамымыз дайын. Өте дәмді. Дәл осы рецепт сіздің иммунитетіңізді көтереді және өте пайдалы екенін көріп тұрсыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Анеля, көріскенше күн жақсы.